Су тіршілік көзі. Су жер бетіндегі ең қымбат әрі өмірге қажетті табиғи байлықтардың бірі. Адам да, жануар да, өсімдік те сусыз өмір сүре алмайды. Сондықтан халқымыз су тіршілік көзі деп бекерге айтпаған. Адам денесінің басым бөлігі судан тұрады. Су ішкі органдардың дұрыс жұмыс істеуіне, зат алмасуға, дене температурасын реттеуге, тері мен теріс жүйенің сау болуына көмектеседі. Ауырғанда да, шаршағанда да адамға ең алдымен таза су қажет. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін судың адам өміріндегі пайдасы жайлы айтамын. Міне судың негізгі пайдалы жақтары. Адамның денесінің шамамен 60-70% судан тұрады. Су ішкі ағзалардың дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Және су ағзадағы зат алмасу процесін реттейді. Және тағамның жақсы қорытылуына әсер етеді. Су бүйрек арқылы ағзадағы зиянды қалдықтарды шығарып, денені тазартады. Су теріні ылғалдандырады. Оның жұмсақ әрі таза болуына көмектеседі. Суды жеткілікті мөлшерде ішу шаршауды азайтады, мидың жұмысын жақсартады. Су дене температурасын қалыпта ұстап тұруда маңызды рөл атқарады. Су жүрек пен қан тамырларының дұрыс жұмыс істеуіне ықпал етеді. Қысқаша айтқанда, су өмір көзі. Күн сайын жеткілікті мөлшерде таза су ішу денсаулықтың кепілі. 30 жастан асқан адамдар үшін су ішудің ұсынылатын мөлшері адамның салмағына, белсенділігіне, климатқа және денсаулығына байланысты өзгеріп отырады. Бірақ жалпы ұсыныс күніне шамамен 30-35 мл су әр 1 килограмм салмаққа екен. Мысалға, егер адамның салмағы 70 килограмм болса, оны көбейтеміз 30-ға. Сонда 70-ті 30-ға көбейтсек, тең 2100 мл дейді. Яғни 2,1 литр су күніне ішу керек екен. Жалпы нұсқаулықтарда әдеттегі ересек адамға күніне 1,5-2,5 литр су жеткілікті. Егер адам спортпен айналысса, ыстық жерде жұмыс істесе, немесе көп терлесе, 3 литрге дейін су ішу қажет болуы мүмкін. Кофе, шай, шырын емес, таза су ішу қажет. Қанша су ішу қажет деген сұраққа жауап. Таңғы ас алдында 30 минут бұрын 1 стакан су. Таңғы астан кейін 2 сағаттан соң 1,5-2 стакан су. Түскі ас алдында 30 минут бұрын 1 стакан су. Түскі астан кейінгі 2 сағаттан соң 1,5-2 стакан су. Кешкі ас алдында 30 минут бұрын 1 стакан су. Кешкі астан соң 30 минуттан соң 1 стакан су. Ұйықтар алдында 15-20 минут бұрын 1 стакан су ішіп жатқан өте пайдалы екен. 60 жастағы адамдарға су ішу тіпті маңызды. Себебі жас ұлғайған сайын ағзада ылғал жетіспеушілігі жиі байқалады. Бұлшық ет азайып, бүйрек пен басқа органдардың жұмысы баяулайды. Сондықтан судың мөлшері денсаулықты сақтауда үлкен рөл атқарады. Жалпы ұсыныс 60 жастан асқан адамдарға күніне 1,5-2 литр су ішу керек. Ол шамамен 6-8 стакан су болады. Су ішу не үшін маңызды? Ол біріншіден қан айналымын жақсартады. Екіншіден бүйректің жұмысын қолдайды. Үшіншіден
қартаю үрдісін баяулатады. 4. Іш қатудың алдын алады. 5. Бас ауруы мен әлсіздіктен сақтайды. Ал пайдалы кеңестер: су ішуді күннің басынан бастап әдетке айналдыру керек. Бірден көп су ішуге болмайды, бөліп ішкен дұрыс. Ыстық ауа райында немесе ауыр жұмыс жасағанда суды көбірек ішу қажет. Бүгінде су тапшылығы әлемдік проблемаға айналып отыр. Сондықтан суды үнемдеу, таза ұстап, ысырап етпеу әрбір азаматтың міндеті. Табиғаттың берген осы байлығын қадірлеу арқылы біз болашағымызды, келер ұрпақты қорғаймыз. Қорытындылай келе, су тіршіліктің негізі, өмірдің өзегі. Біз суды қадірлей білсек, табиғатты да, өз өмірімізді де сақтай аламыз. Достар, мына азды көпті мен су туралы білгеніммен бөлістім. Егер видео ұнаса, менің арнамды қолдап отырсаңыздар, мынандай егер лайк басуды, комментарий жазуды білмейтіндер, мінекей мына жерде видео салып қойдым. Соған қарап, өз пікірлеріңізді жазып, қолдап отырсаңыздар, қазақ арнасының дамуына үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Мына жерде поделиться деген кнопканы басып, WhatsApp-қа кіріп, мына жерде өзіңізге осы видео осыған керек ау деген адамдарға басып, немесе өздеріңіздің туысқандар группасы бар, басқа группасы бар, солармен бөлісе кетсеңіздер. Меніңше, менің салып жатқан видеоларым барлық адамдарға қатысы бар видео, пайдалы видео. Сондықтан қолдап, группаларға таратып отырсаңыздар. Алдынан рахмет.